Армысыздар, ардақты қауым, құрметті оқырмандар және біздің парақшамыздың қонақтары. Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы бүгді, яғни кітаптар күні жобасын жалғастыра отырып, тікелей эфирде мен Баубекова Баян Талғатқызы сіздерге қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, жазушы Сәбит Мұқановтың өмір мектебі туындысын таныстырамын. Қазақ әдебиетінің өзіндік үні, терең ойы мен шынайы бейнелеу шеберлігімен ерекшеленетін қаламгерлердің бірі ол Сәбит Мұқанов. Ол тек ақын жазушы ғана емес, сонымен қатар ел тағдырын өз тағдырымен сабақтастыра жаза білген ұлт жанашыры. Сәбит Мұқановтың өмір мектебі романы біздің орталық кітапханада орыс тілі және де қазақ тілдерінде бар, келіп алып оқуларыңызға болады. Бұл Сәбит Мұқановтың өмір мектебі атты роман эссесі оның балалық шағынан бастап шығармашылық жолына дейінгі өмір белестерін қамтитын туынды болып табылады. Бұл шығарма арқылы біз тек Сәбиттің өмір жолын емес, тұтас бір дәуірдің тарихын, әлеуметтік көрінісін, қазақ халқының 20 ғасырдағы басынан кешкен тұрмыс тіршілігін, саяси өзгерістер мен халық трагедиясын танып біле аласыздар. Романда қазақ халқының 20 ғасыр басындағы тұрмысы, саяси әлеуметтік жағдайы, мәдениеті мен әдебиеті кеңінен суреттеледі. Осы өмір мектебі кітабы бұл автобиографиялық сипаттағы роман болып табылады. Мұнда жазушы өзі куә болған оқиғаларды, ел ішіндегі саяси және әлеуметтік өзгерістерді көркем тілмен суреттеп өткен. Бұл кітап бізде өмір мектебі трилогиясы 3 кітаптан тұрады. Бірінші бөлімде ақын өмір мектебі деп аталатын туынды. Онда өзінің балалық шағы, кедейшілік, жоқшылық, жетімдікті басынан кешкені туралы суреттейді. Сәбит Мұқанов әкесінен ерте айырылады, анасымен жалғыз күн кешеді. Бұл бірінші бөлімде ауылдағы ескі салт дәстүрлер, қазақи тұрмыс, молдадан хат танып кейін орыс мектебінде білім алу жолындағы күресі туралы жазылып, баланың рухани қалыптасуына әсер етеді. Өзінің кітабында жетімдік менің алғашқы ұстазым болды дейді жазушы. Бұл сөйлем оның өмірдегі алғашқы сынағы мен өмір мектебінің бастамасы екенін көрсетеді. Ақынның бұл бірінші бөлімінде ақынның жастық кезі, ауыл өмірі туралы суреттеліп өткен. Ал екінші кітабы есею жылдарында деп аталады. Сәбиттің оқуға түсуі, алаш қозғалысы, кеңес үкіметінің орнауы, азамат соғысы, қазан төңкерісінің әсері қамтылады бұл кітапта. Ол Омбы қаласында оқу оқып, Сәкен Сейфуллин, Смағұл Садуақасов сынды қайраткерлермен кездеседі. Кеңес дәуірінің алғашқы жылдарындағы мәдени саяси бетбұрыстарға куә болған. Үшінші кітабында Ақын аға деген бөлімі деп аталады. Бұл бөлімде әдебиет әлеміне келуі, оның шығармашылық жолы, қоғамдағы орны айтылады. Қазақ әдебиетінің майталмандары Бейімбет Майлин, Ильяс Жансүгіров, Ахмет Байтұрсынұлы мен араласуы туралы жазып өткен. 1930 жылдардағы сталиндік репрессияға, цензура, кеңестік әдебиеттің идеологиясын көрсеткен. Бұл романдағы ең басты кейіпкерлер ол Сәбит Мұқановтың өзі басты кейіпкер болып табылады. Оның анасы Нұржамал, әкесі Мұқан жайлы жазып өткен. Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров, Міржақып Дулатов, Бейімбет Майлин, Смағұл Садуақасовтар туралы, осы тұлғалар туралы көрініс табады кітаптарында. Сәбит Мұқановтың өмір мектебі шығармасында Сәкен Сейфуллиннің бейнесі ерекше орын алады. Ол тек тарихи тұлға ретінде емес, оның Сәбит Мұқановтың рухани ұстазы, қайраткерлік үлгісі, әдебиетке жол сілтеуші ағасы ретінде сипатталып өткен. Сәбит Сәкенді алғаш Омбы қаласында оқып жүргенде оның шығармашылығы арқылы таниды. Сәкеннің Терме, Көкшетау, Асау тұлпар сияқты шығармалары жас Мұқановтың жүрегіне әсер етеді. Бұл арқылы автор өзінің қазақтың мұны мұндаған, азаттығын армандаған қайраткер екенін айқын көрсетеді. Оны осы өмір мектебі кітабынан келесі үзіндіден көре аламыз. Сәкеннің жырларынан мен өзімнің ауылымды аш жалаңаш тепкі көріп
жүрген халқынды көрдім, сол себепті мен оны алыстан болса да аға деп таныдым деп жазып кеткен. Сәбит Сәкеннің кеңестік үкімет орнаған алғашқы жылдарында қазақ халқының мүддесін қорғауға ұмтылғанын, қазақтың мәдениетін, тілін, әдебиетін көтеруге ат салысқанын жазады. Ол Сәкенді кеңестік идеологияны қолдағанымен қазақ ұлтының жанашыры ретінде көрсетеді. Сәкен кеңес үкіметінің алғашқы күндерінен ақ қазақтың жоғын жоқтаушы, азат ел болуын аңсаушы болды. Ол қазақ үшін жанын беруге даяр еді деп Сәбит Мұқанов осы «Өмір мектебі» романында көрсеткен. «Өмір мектебі» жазушының тағдыры арқылы тұтас халықтың тағдырын, заман келбетін көрсететін туынды болып табылады. Бұл шығарма арқылы біз өзіміздің қазақ халқының 20 ғасырдағы ең ауыр аласапыран кезеңдерінен хабардар боламыз. Романдағы шынайы естеліктер, тарихи фактілер және терең философиялық ойлар осы жас ұрпаққа өмірге көзқарас, отаншылдық, табандылық, білімге ұмтылыс жолында үлкен тәрбие береді. «Өмір мектебі» тек мемуар емес, ол халық шежіресі, ұлт тарихының көркем айналысы болып табылады. Егер де сұрақтарыңыз болса, осы тікелей эфирде қоюға болады. Сұрақтарыңыз болмаса, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.